Қиын жағдайға қалған қарыздар адамға қосымша уақыт беру. Мынау біз исламский разводчикпіз дегендер жақсы есту керек те мұны. Егер адам дұрыс рұқсат етілген халал жолмен қарыз алып, өз уақытында қайтара алмаса, оның жағдайы жақсарғанша қарыз беруші оған қосымша уақыт беру қажет. Аллах Тағала егер борышты ауыр жағдайда болса, жағдайы жақсарғанша күту керек деген. Яғни қарыз алды сізден бір адам, бірақ бере алмай жатыр. Соған уақытынша уақыт беріңіз, қарызын төлегенше. Бірақ қазір бізде аферистер көбейіп кеткен. Таза аферист ол. Сенің қарызыңды алып алады, сен қолыңмен бересің, аяғыңмен жүгіріп жүресің ғой, сен одан қарыздардай болып тұрасың ғой алдына барып. Қашан бересің деп жалынып тұрасың. Ол бір такама берем ғой, өліп бара жатсың ба? Жоқ болмайды ол. Өліп кетсең бітесің, күнің бітеді сенің. Көпшіліктің жолының жүрмеуі, саудасының болмауының көп себебі осы. Ақша алған уақытта болса берем, болмаса бермеймін деп бірінші ниеті бұзылады. Бірінші ниеті бұзылады. Bir gün bir жігіт маған звондап жатыр. Сіз осы сәрсенбілік сабақта уағыз айтар екенсіз. Bir қарыз турасында айтсаңызшы деді. Мен айттым, сенен ақша алып бермей жатыр ма деп жатырмын. Ондайлар жаман көбейіп кетті. Ұстаз, просто осы жайында айтыңызшы дейді. Мен айтып, мен ол турасында әрдайым біз айтамыз ғой. Құдайдан қорққан адам ең бірінші қарыздан құтылу керек. Себебі қабірде басталады сенің мәселең басталады. Егер балаң төлей алмаса, туысқаның төлей алмаса, қабір азабы, қарыз азабы өте азап болады да. Басының талқаны шығып, қабырғасына кіріп. Қараңыз, сондай үлкен азаптар болады. Енді бірақ мұны қарызды берген адам, мұсылман адам береді. Қарыз берді ма? Егер сол шынымен жағдай болмай жатқан болса, оған уақыт беріңіз дейді. Аллах Субхана Тағала айтып жатыр, қараң, егер борышта ауыр жағдайда болса, жағдайы жақсарғанша күту керек. Осыған орай фиқ ғылымының білгірлері, фақихтер, қарыздар адам борышын төлей алмаса, оны өте қажет бұйымдарын, яғни мысалы киім, үй жай немесе қызметкері сияқты, олардан айырылғанда оған зиян жететін қажеттіліктерін беруге мәжбүр етпеу керек деген пәтуаға тоқталған. Яғни бізде қазір үйін саттартып жіберіп жатқандар бар, машинасын саттартып жіберіп жатқандары бар, оған бармау керек деп жатыр. Құдайдан қорыққан адам. Құдайдан қорыққан адам. Енді бізде де есің шығарып жібереді, бұл жағында қарауымыз керек. Қарызын алып тұрып, бір нәрсе болмағандай қатанына, мойнына трос әпереді, құлағына сырға әпереді. Ана тойға барады, $1000 көтеріп, мына той қарызды беру ойында жоқта. Ең бірінші қарызына құтыл. Неге қатанның мойныға мынандай 10 килолық жолдыр байлап қоймайсың? Бірақ бірінші қарыздан құтылу керек. Өліп кететін болсаң қиын болады.